Ерінге ботекс істетуге соған 20 мың теңге жібере аласыз ба? Ағаңыз бар ма? Иә, бар. Аға маған 20 мың жібересің ба? Мен ерніме ботокс жасайын деп едім деп айтады. Сұрсады ғой. Жоқ, давайте көрейік. Сосын кейіннен пранк деп айтамыз ғой. Ну, ладно, көрейік. Негізі ботокс жасайтын ойыңыз бар ма еді? Жоқ. Жоқ па? Табиғи сұлусыз ғой. Иә. Нешедесіз? 18-де. Қорқып тұрмын кішкене. Қолдарым дірілдеп жатыр. Қалайсыздар? Жақсы, не істеп жатсыздар, не жаңалық? Не ғой сізден бірдеңе сұрайын деген едім. Не болды, тыныштық па? Біз қыздар болып салонға бармақшы едік. Ерінге ботекс істетуге соған 20 мың теңге жібере аласыз ба? Бекерсің бұл. Болдық. Тыныштық па, не ол? Жай қыздар болып істетуге бара жатқан едік. Сен Қытай өзің табиғи әдемі істеген. Ну, сонда да істеткім келіп тұр. Қасымдағы қыздардың бәрі істетіп жатыр ғой. Ой, утқа ұқсатады, не ала? Сен еріңді үлкейді. Аман қылған ол? Барлығы жасату жатыр ғой. Мен бар бір жасатса, сен де жасатсын ба? Істеткім келіп тұр. Қой, өзің әдемісің, не аласың? Құдайдың берген өзгертуге болмайды ғой. Ну, енді жібере салыңыз 20 мың теңге керек болып тұр. Былай жіберейін ақша базарда, бірақ ботексқа берейін. Аха, рахмет. Жоқ, керек емес бақшы. Жоқ, жіберсеңізші, керек қой. Жоқ, сен ботекс жасатпайын десең жіберемін. Мақұл, жасатпаймын. Кешке жіберемін, кешке. Аха, жарайды. Әдейі кешке жіберейін деп айтқан сияқты, қазір бар жасатсайды. Может, солай болады. Да? Табиғи сұлулығыңызды айтып жатыр да жаңағыдай. Келісесіз бе ағаңызбен? Иә, негізі келісім ондай нәрсеге қарсымын. Да? Өз басым. Гүлім ханым, біздің тапсырманы өте керемет орындадыңыз. Сізге Казбегі лимонады, бізде саперайбе, груша, сливки бар. Дәмін татып, бізге баға беріп жесеңіз. Сливки көрейік. Давайте сливки. Негізі Казбегі лимонатын ішіп көрдіңіз ба? Жоқ. Сізде универда Казбегі лимонады сатылады, және зиги-заги сатылады. Надан кейін міндетті түрде дәмін көру керек сияқты. Әдемі. Ұнады ма? 5 мың теңге кетті. Рахмет. Тапсырма орындадыңыз, рахмет.